ас едім өмір керген бойламаған күн ертең не боларын ойламаған. Сұңқар балам, мұнда кел. Мұнда отыра ғой балам. Мен сені қазір енді нағыз атқа үйретудің жолдарын көрсетемін. Балам, мынау ер тоқым. Ал мынау болса, ең біріншіден біз жүгеннен бастайық. Мынау жүген деп аталады. Ал мына темір, тыңдап ал, мына темір ауыздық деп аталады. Бұл аттың басын ары бері былай оңға солға бұрғанға қолданылады. Ал мынау болса тізгін деп аталады. Осыны қолына ұстап отырасың. Мен сені қазір атқа апарып отырғызғанда тағы да түсіндіремін. Ал мынау болса өмілдірік деп аталады. Ер тоқымның атқа сырғымас үшін қолданылатын ат әбзелі. Ал мынау тартпа. Бұл ер тоқымды аттың үстінде қозғалтпай ұстап тұруға арналған. Ал мынау ер тоқымның үзеңгісі. Осыған аяғыңды салып, атқа мінесің. Ал мынау болса ер тоқымның құйысқаны. Бұл ер тоқымның аттың үстінде алдыға жылжымас үшін арналған. Ал мынау балам, бұл аттың ер тоқымның қапталы, екі қапталы. Мен саған мынаны көрсетейін. Мынау ер тоқымның іштігі. Мынау тоқымы болып аталады балам. Түсіндің ба балам? Мен сені енді қазір нағыз атқа апарып отырғызамын. Күн ертең не боларын ойламаған, шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Шарықтап кетсем дағы қанат қағып, өзіңде қамқор әке қайда маған. Жан әке шертіп сезім домбырасы,